Сабақтың тақырыбы Жамбыл Жабаев «Зілді бұйрық өлеңі». Суретке назар аударатын болсақ, зілді бұйрық өлеңінің халыққа қалай әсер еткені, сол замандағы әлеуметтік қоғамдық мәселені аңғарамыз. Жамбыл Жабаев шығармашылығы туралы не айта аласыздар? Зілді бұйрық өлеңінің тақырыбы мен идеясы туралы не білесіздер? Бүгін біз сабақта шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаймыз. Берілген үзінді бойынша кестені толтырып, көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаңыз. Мысалдар берілген, осы мысалдар бойынша көркемдегіш құралдың түрлерін анықтаймыз, қолдану ерекшелігін түсіндіріп талдап жазамыз. Бірінші үзіндіде Бекболат бола қалса ту көтерген, бұйрық қылды дараға асып тарт деп. Бұл үзіндіде сөйлемнің бірінші жолындағы дауыссыз дыбыстармен басталуы, яғни Б әріпімен басталуы, бұл бізде аллитерация болып келеді. Келесі үзінді жолдарында керісінше дауысты дыбыстармен басталып тұр. Ал үшінші жолда асты суық хабар, сорлы халық деген үзінді қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, бұл бізде сөздің мағынасына қарай эпитет немесе метафора екенін анықтаймыз. Соңғы үзінді бойынша елді сорған борсықтай болысына дейді. Борсықтай деген сөздің мағынасын анықтап, сөйлемді неге борсыққа теңеп тұрғанын түсіндіріп жазамыз. Келесі тапсырма. Оқулықтан көркемдегіш құралдарға мысал теріп жазыңыз. Ассонанс, аллитерация, эпитеттерді шығармадан теріп, үзінділерді көшіріп жазамыз. Ассонанс бұл бізде сөздің басындағы дауысты дыбыстардың, аллитерация дауыссыз дыбыстардың қайталанып басталуы. Ал эпитет ол бізде шығармадағы бір нәрсенің ерекше қасиетін анықтап көрсетуі, яғни сын есім мен зат есімнің тіркесуі. Үшінші тапсырма. Шығармадан жер су атауларын теріп жазыңыз. Самсы, Ботпай, Шиен деген жер су атауларын осы үзінді бойынша көшіріп жазамыз. Зілді бұйрық өлеңінің тарихи құндылығы туралы не айта аласыз? Жалпы өлең тұтастай оқиға желісіне құрылған және тарихи деректермен берілген. Бұл 1916 жылғы Сардаланы сабылтқан сұрапыл жарлық болатын. Өлең мазмұнынан халықтың толғанысы, хал жағдайын, көңіл күйін нақты көруге болады. 11